Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте керемет, дәмді болып шығатын птичье молоко тортының рецептімен бөлісемін. Бізге керекті заттар ол сары май, қант, разрыхитель, ұн және де жұмыртқаның сарысы. Бұл біздің қамырымыз. Енді ыдысымызға бірінші сары майымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Одан соң үстіне қантымызды аз-аздан салып, бірге осылай миксерлейміз. Енді жұмыртқамызды екі бөліп салып араластырамыз. Бізде осындай біркелкі масса шығуы қажет. Енді ұнымызға разрыхителімізді салып, осы массамыздың үстінен салып, жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз қою болады. Міне дәл осындай қамыр шығуы қажет. Енді формамызды дайындап, осы дайын болған қамырымызды үстінен салып аламыз. Барлық жеріне жеткізіп, жайып шығамыз. 180 градуста 10-12 минут шамасында пісіріп аламыз. Міндетті түрде қарап тұру қажет. Ал енді суфлемізді дайындаймыз. Міне біздің коржымыз осылай пісіп шықты. Енді бірінші суымызға желатинімізді салып, жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Одан соң ыдысымызға сары майымызды саламыз. Оны жақсылап бірінші миксерлеп аламыз. Одан соң үстінен сгущенный молокомызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне бізде осында масса шығуы қажет. Енді коржымызды осылай кесіп, өзімізге керек диаметрде өлшеп дайындап қоямыз. Одан соң біз суфлемізді дайындаймыз. Міне ыдысымызға бірінші белокты салып алып, жақсылап миксерлейміз, кішкене тұз қосамыз. Енді басқа ыдысымызға суымыз бен қантымызды салып, жақсылап осылай қойып қоямыз. Бұны міндетті түрде араластырып тұру керек. Қантымыз ергенше ғана, қантымыз ергеннен кейін араластырмаймыз. Бірінші осылай қатты көпіршіктене бастайды, одан соң осылай жай көпіршіктенген кезде уже белогымызға қоса берсек болады. Осылай аз-аздан шетінен қосып отырамыз. Миксерге тимеуі қажет. Осылай жақсылап араластырып, біркелкі формаға енгенше көпіртіп аламыз. Міне дәл осылай өзінің формасын ұстап тұрғанша жақсылап араластырып қою қажет. Міне осылай формасын ұстап тұру керек. Одан соң желатинімізді алып ерітіп аламыз. Микроволновкаға немесе водяной банядан. Одан соң міне осылай аз-аздан шетінен қосып отырамыз. Бірінші біздің белогымыз осылай сұйықталып кетуі мүмкін. Одан соң ол өзінің формасын осылай ұстап тұрғанша тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді сары майымызды шетінен аз-аздан қосып, ең аз миксердің жылдамдығында осылай миксерлеп аламыз. Осылай бөліп саламыз сары майымызды. Ол сары май біздегі бағанағы сгущенкамен араласқан сары май болатын. Міне біздің суфлеміз дайын болды. Осылай сұйық немесе қою болып шығады. Енді дайын болған коржымызды осылай үстінен басып, құйып шығамыз. Енді холодильникте 1 сағаттай уақыт беті қатқанша ұстап аламыз. Ол дайын болғанша біз бетіне жағатын шоколадымызды дайындаймыз. Қара шоколадымызды және де сүтімізді, сары майымызды салып ерітіп аламыз. Микроволновкада немесе водяной баняда ерітеміз. Міне 1 сағат өткеннен кейін үстінен осылай жағып, холодильникке тағы да 3 сағат уақытқа суфлеміз өз-өзіне келгенше салып қоямыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Енді формамыздан осылай кесіп аламыз жан-жан. Негізі форманың жанына май жаққан дұрыс, сонда жабыспайды. Енді кесіп бере берсек болады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз. 1 жасағаннан шығады, өкінбейсіз. Жасап жатсаңыз ас болсын. Егер де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз. Күн сайын каналымда жаңа рецепттермен бөлісіп тұратын боламын. Сау саламатта болғайсыздар.